қалауы. Сен ақ сезімнің аралы, махаббатымның бір сен үшін сөнбейді алауы. Жүрегімде жүрсің, мәңгі қалады. Ғашықпын өзіңе жаным, куә осы салған әнім. Жанарыңның жылы лебі ғашық еттің мені. Жүрегім сен ғана, ақ маралым білемін. Ұйқыға батып оянсам да сен ойлап жүремін. Ауырған жүректің тапшы бір емін. Ғашықпын өзіңе жаным, куә осы салған әнім. Жанарыңның жылы лебі ғашық еттің мені. Ғашықпын өзіңе жаным, куә осы салған әнім. Мама, какое красивое море, мне здесь очень нравится. Да, доча, это Казахстан, это Каспийское море. Hello, Актау, I love you! Что ты сказала? Не поняла. Альбина, ты все равно не поймешь. Мы пришли, давайте спускаться. Дети, только аккуратнее. Ғашықпын өзіңе жаным. Ғашықпын өзіңе жаным. Ғашықпын өзіңе жаным. Я боюсь подниматься. Охрана, ты что стоишь? Помогай нам. What is your name? What? What is your name? What? Да пошел ты, тормоз! Спасибо, мистер. Спасибо. Огромное спасибо. Охрана, ты куда сбежал? Ты же должен нам помогать. Или спасать нас вообще. Извините, Маргарита. Извините, Маргарита. Маргарита, если я умру, кто вам помогает? Дурак, что ты говоришь? Больше не будет, Маргарита. Извините, пожалуйста. Маргарита. Не Маргарита, а Маргарита, правильно говори. Ой, прям. Осы байлар түсінбейсің. Демалыс керемет өтуде. Жыл сайын келіп осылай демалу керек. Демалыс кезде демалған жақсы. Демалмасаң несі жақсы? Демалсаң шаршамайсың, ал демалмасаң шаршайсың. Негізі біз қазақтар демалыс дегенде білмейді екенбіз. Тоқташ, демалыс деп не айтып кеттің? Дым түсінбедім айтқан сөздеріңе. Қазір дұрыстап түсіндіріп беремін. Жоқ, керек емес. Жаңылтпаш естуге шамам жоқ. Жүр одан да суға түсейік.
адамдардан ұят болды ғой. Мен қорқам суандан. Көмектесіңдер. Көмектесіңдер. Бензині таусылсын, өзі тоқтайды. Мынаның денесі дәу болғанмен өсінде су жүр екен. Қандай жылан айтып жүр? Кішкентай су жылан көріпті, содан қашып жүр. Қайда кетті? Адасып бізді таппай қалмастың. Сен барып қарап келші. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің. Менің қарныма самса берішке болса беріңдер. Келгеніміз қазір ғой. Үйінен тамақтан келмейсің бе? Көріп тұрсың, әлі ақша тапқан жоқпыз. Нұршан, інім, біз саған ренжімейміз. Сен үйіңе бара бер. Қарның ашса ашқан шығар. Күнде ыстық, оның үстіне жаңа суға түстік. Жоқ, әзілдеп жатырмын. Қарным тоқ, жай әзілдеп жатқаным ғой. Ой, сен де әзілді қатырасың. Жай ұрсайшы, өлтірдің ғой. Ой, қойшы, жай ұрдым ғой. Ой, арқам. Арқам. Ойбай, арқам. Ой, не болды? Жігіт емессіңдер ме? Сәлем жігіттер. Жігіттер, ренжімеңдерші. Бір шаруаларымызбен кешігіп қалдық. Ренжімейміз, бәрі жақсы, ең бастысы келдіңдер. Сендерге не болған? Түрлен Шымкентке кетіп қалыпты ғой. Не, біздің түрімі Шымкентке кетіп қалатындай еді тап беріп едіңдер не? Не болды? Суқандарың су көтермей тұр ғой? Жай әзілдеп жатыр ғой? Қыздар, бұларға мән бермеңдер. Өздер сондай шутинг. Не болды? Бізді енді түсіндіңдер ме? Қыздар, сендер де бізден қалмай Шымкентке келіп қалыпсыңдар. Негізі Шымкент жақсы ғой. Елбасын өзі айтқан жоқ па? Өмір бірлет беріледі. Оны Шымкентте өмір сүру керек деп. Болды, не айтып кеттің? Сұлтан, сенің осы әдетің қалмай қойды ғой. Ұлдарды ұра бер, бірақ қыздарды аясаңшы. Соны айтам, енді тағы ұрсын, бізге ренжіме. Жақсы, кешіріңдерші. Қашанғы кешіреміз? Үнем осы ғой сенікі. Кешір деп кешірім сұрап аласың да тағы бастайсың. Ой, кешірші. Дети мои, сейчас пойдем в гостиницу. Покушаем, а потом пойдем гулять. Хорошо? Анашы, мен сіздің түсініп жатқан жоқпын. Әкемнің келмегенін қараш. Джонни, переведи ей то, что я сказала. Қазір біз қонақ үйге барамыз, и біз тамақ ішіп ұйықтаймыз. Ой, байғұс қазақтар, ой. Бір-бірін түсінбей. Әлек болуда. Қазақ тілсің өзіңе жетті. Масқара. Байлар түсінбейсіңіз. Альмира,
Ағаң дұрыс айтқан жоқ. Қазір сендер қонақ үйге барасыңдар. Тамақ ішесіңдер. Содан соң қыдырасыңдар. Түсінікті ме? Ты что говоришь моей сестренке? Ничего. Просто общение, печенье. Какое общение, печенье? Мам, смотри, что он говорит. Охрана, ты что, не знаешь свою работу? Или не знаешь свое место? Иди сюда. Маргарита. Блин, сейчас война будет. Альбина, твоя вина. Альбина, ты где? Альбина, Альбина. Ана жаққа қарап кетті. Ұнатам сені, ұнатам жаным сені. Нельзя так смотреть, понял, дурак? Сам дурак, почему ұрасың менің досымды? Досжан, ұра берсін, үндеме. Мен мынандай әдемі қызды өмірімде 17-ші рет көріп тұрмын. Ой, кеттік, болды, есіңді жеші, дүкенге барып келейік. Әйтпесе бізді күтіп қалар. Сен бара бер, мен артынан қуып жетіп алам. Ой, жүрші кеттік. Лагерь деген керемет, я? Қаншама дос табасың. Мен өз басым жазғы демалысты жақсы көремін. Я тоже люблю летние каникулы. Жазда аңсап күтіп жүремін. Айтқандай, Санду, сен қай қаладан келдің? Мен Көкшетаудан келдім. Жалпы Ақтауға бірінші рет келуім. Бәсе, ұқсап тұрсың Көкшетаудың қызына. Аппақсың қағаздай. Қойшы, қатты мақтап жердің ғой. Жоқ, шын, ол жақтың табиғаты керемет шығар, я? Бурабайға барғым келіп еді, әкем рұқсат бермеді. Жақын жерге барасың деп. Иә, расында табиғаты өте жақсы. Әсем қала, оны ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қыздар, суға түспей әңгіме соғып отырсыңдар ғой. Не айтып отырсыңдар? Жай, қай қаладан келгенімізді оралған әңгімелесіп отырмыз. Жомарт, сен қай қаладан келдің? Мен Қызылордадан келдім. Түрінен байқамайсыңдар ма? Қызылорданың жеріне әбден сүрленіп қалған. А где Бекжан? Девчонки, я нашел один прикол в Инстаграме. Там, говорят, бір бала жақсы, говорят, ал екі бала говорят, өкінішке орай. Бекжан, сен енді өзің тауыпсың ғой. Бұл приколдың тізесі шығып кеткен. Сен де солай қазақша сөйлеу білмейсің ғой. Білем, мен жақсы сенде. Мен жақсы айтам. Я, Санду, айтшы маған қой. Маған емес, маған жұмыртқаға. Жүріңдер шумыламыз ба? Сендер қайда? Ол жақта жылан бар. Туф, біз жұмсайтын адамды жұмсаған екеміз. Қайда жоқ болып кетті өздері. Бұны білгенде өзім-ақ барар едім. Аздап күтіп көрейік. Келмесе сұлтан жібереміз. Неменеге мен барым керек? Мені сыйламасаңдар да, менің жасымды сыйлаңдар. Ең үлкені мен ғой. Ақсақалым мен сендер тұрғанда мен барам ба? Ой бұ, ақсақалыңыз жерге тиіп тұр, сақалыңызды жинап отырмасаңыз. Бақ. Боқ. Туф, не деген импровизация десеңші? Не деген тапқырлық десеңші? Сенде адамның құлағына кіретін әңгіме айтсайшы, қайдағы жоқ, Аяз атаның әңгімесі. Жай әзілдеп жатқаным ой. Одан да сендерге бір ән айтып берейін. Алтыным менің. Әй, бәрекелді. Әуде. Алтыным менің. Әуде. Алтыным менің. Әуде. Алтыным менің. Әуде. Алтыным менің. Әуде. Айтпаймын мен, өздерің айтып алыңдар. Сұлтан, айтсаңшы енді. Сен әнді керемет шырқайсың. Мен саған жалпы өзім ризамын. Қалай айтасың енді? Әуде деп қақылдап тұрсы. Енді шабыт беріп жатқанымыз ғой, сен бізге қарама айта берсейші. Әуде деп айтқанда тұрған не бар? Қызығы осы адам. Шабыт бермей қоймаған олай. Түсіндің бе? Жақсы, біз тыныш отырамыз, айта бер.
Ей, осы сен бар ғой, саған жететін адам жоқ бар ғой. Осы сен бар ғой. Да. Қатыне звондай бермеші маған не? Жұмыстамын деп айттым ғой соған. Енді қойшы дейме. Қатыне. Давай. Джоби ме сенің есімің кім еді? Не понял? Как тебя зовут? Меня зовут Джонни. А откуда приехали? Мы Лондон. Я тоже русский плохо знаю. Менен басқа ешқайсысы қазақша білмейді, мен ғана білем. Жарайсың, молодец. Жарайсың. Әкелерің қайда? Эй, охрана, зачем тебе отец? Он на работе, понял? А где Альбина? Я ее что-то не вижу. Былай қарай кетті. А чё ты сидишь? Иди ищи ее. Ищи. Қайдан естідім мен осыны? Ищи дегенде? Я тебе говорю. Мен бұны кинодан көргем. Бұны иттерге айтатын еді ғой. Сонда маған ит деп тұр ма? Маргарита? Мен сізге ит емеспін, иди ищи дейтін. Ақша берсеңіз болды ма не? Что? Я не поняла. На казахском я не понимаю. На русском говори. Қазақша білмейтін мен көрді. Осылар байса, қазақшаны ұмытып қалады. Я тебе не собака. Понял? Әне өзде келе жатыр. Қайда жүрсің не? Бас аяғын тез. Жүрсің тез. Адам нервысына тиіп. Доча, ты где была? Здесь, мам, просто красиво тут. Мне очень понравилось здесь. Мам, я кушать хочу. Мам, кстати, там есть. Может, пойдем поедим? Нет, потом. Давай туда. Хорошо. Көшем деп. Тамақ жегеннен басқа дым білмейді. Күніне 4 рет жейді тамақты. Еще бізге бермейді тамақ. Өзі жер. Тамақ жегеннен басқа дым білмейді. Байып кеткен ғой. Ақшалары көп. Ты что сидишь, охрана? Пошли с нами. Маргарита, келе жатыр. Тонки, может быть, потанцуем? Қош берген, адам өзі әдемі демалып жатса. Билей берсін. Мен бар. Өзі әдемі билеп жатыр ғой. Бекжан, ты не устал? На, сок пей. Мынаға не болды? Сандау, сен оған не беріп едің? Білмеймін, сок бердім. Мүмкін дұрыге шақырамыз ба? Ой, тентек, адам ештемекен, адамды шошытып. Ей, брачкалар, қайда құрып кеттіңдер? Сендерді уайымдап біз жұмыс жасай алмадық. Қайда алған заттарың? Қолдарыңда ештеңе жоқ қой?
Біз бірдеңе айтсақ ренжімейсіңдер ме? Біз бірдеме айтсақ ренжімейсіңдер ме? Біз бар ғой. Қалай айтсам болады, а? Біз бар ғой, қалай айтсам болады, а? Тыныш тұршы, мен айтқанды қайталамай. Тыныш тұршы, мен айтқанымды қайталамай. Сендер де жынырған ба? Не болды бір-бірлеріңді қайталап? Айтсаңдаршы енді, тыныштық па әйтеуір? Біз... Сен айтшы, дұрсан. Кетей, өзің айт. Не бүлдірдіңдер? Тез айттыңдар. Ақша қайда? Біз алып кел деген заттар қайда? Кәне маған беріңдер. Біз барғы ақшаны жоғалтып алдық. Олай ойнамаңдар. Әрең жинаған ақшаны жоғалтып алдық дегендерің не? Мен енді не істеймін? Роза! Болды, жыламашы, Роза. Бәрі жақсы болады. Мүмкін әзілдеп тұрған шығар. Болды, жылама. Жылама болды. Көз жасыңды сүрт. Жүр отырайық. Енді не істесек болады? Дулат, қазір үйге бар, мен сенімен басқаша сөйлесемін. Достар, болды. Бір-бірімізге ренжімейік. Болған іс болды. Енді ақылдасып, бір мәнісін табайық. Альмира, сен дұрыс жасайсың. Енді мен де қазақша сөйлеймін. Сөйлеу керек, қазақ емессің бе? Акем сөйлейді қазақша, мен де сөйлеймін қазақша. О чем вы говорите, Джонни? Разговаривайте на русском, а то я ничего не понимаю. Сол үшін қазақша үйрену керек. Зачем мне учить казахский язык, если я живу в Лондоне? Мы казаки, и мы должны знать казахский язык. Вот мы приехали в Казахстан. Я не вижу, что все люди разговаривают на казахском. Если бы все люди разговаривали на казахском, мы бы тоже могли научиться на казахском языке. Ты неправильно думаешь. Каждый должен начать с себя. Ой, да ладно? Мама тоже разговаривает на русском. Если бы мама нас учила на казахском, мы бы тоже знали казахский язык. Әкем сосын жіберген жоқ па, қазақша үйреніп жүр. Мен бір мақал білемін. Өзге тілдің бәрін біл, инемен құдық қазғандай деген. Ей, ақмақ, ең болмаса мақал дұрыстап жаттамайсың ба? Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті дейді, түсінікті ма? Тұрыңдар бол. Тұр. Ей бала, телефонын ұмытып кеттің, ал. Бол тез. Привет, Айна, қалайсың? Жақсымын, өзің қалайсың? Мен ұшықтар алып келдім, келгім ойна. Жоқ, мен ойнамаймын, мен ауырып жатырмын. Жайна, жаным сол. Қалың қалай, сенде бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Мен ойнама жатыр, ауырып тұрмын дейді. Ойнайды, жазылып алсын. Иә, Жайна, бәрі жақсы болады. Анам қайда? Дүкенге кетті, қазір келеді. Роза, мұнда келші. Сен уайымдама. Біз саған қолымыздан келгенше көмектесеміз. Білмеймін. Сіңілімді көрсем уайымдап кетемін. Анама қарасам жаным ашиды. 3 жерде жұмыс жасайды. Ұйқы дегенді ұмытты. Бір демалғанын көрмейсің. Не істесек болады? Басым қатып кетті. Маған сенші, бәрі жақсы болады. Қарада тұр, осының бәрін күліп еске алатын боламыз. Өткенде интернеттен бір видео көрдім. Егерде дейді, кішкентай балалар Алладан көмек сұраса, қабыл болады екен. Менің сендер сияқты досым барына мақтан етемін. Сұлтан, сендер қайдасыңдар? Не болды? Тыныштық па?
даусың екі түрлі болып тұр ғой. Ой, екі түрлі деппін ғой, бір түрлі болып тұр ғой. Менде кәсақ, үйде ешкім жоқ. Әпкем сенімен басқаша сөйлесем деді. Енді не істеймін? Сен былай жаса, қай этажда тұрасың? 5-ші этаж. Не бол? Балконнан секіріп кет деп айтайын деп едім ғой. Жай әзіл ғой. Телефонды қойдым, келе жатыр. Қойма, не деп ұрсатынын естейін. Дулат, алло, Дулат, алло, Дулат дейм. Не деп жатыр? Дауысы қатты шығып жатыр ғой. Сендердің кесірлерің ғой, абайлап жүрмейсіңдер ме? Бір аптан жүректе краткан біз әдей жоғалтқан жоқпыз ғой, чотам. Ой, Шигол, әңгімең ір ғой сенің. Өмір үйретіп жатыр ғой. Ой, қойшы, 60 жасы ұрып тастаған адам ұқсап, серьезно әңгіме айтып отырсың ғой. Ұмытпа, жасың 6-да екеніңді. 6 жас аз ба мына заманда? Құдайға шүкір, ашы тұшыны білеміз. Сен атаңның баласы емессің бе? Атамның баласымын. Не болды? Бәсе, шалдар ұқсап мыжып отырсың. Қой, мен Әйгерімнің үйіне барып келейін. Әйтпесе, Дулаттың жағдайы қиын болар. Тоқта, мен де сенімен бірге барамын. Осылай отыра береміз, менің қарным ашты. Тоқтасаңшы, не болған саған? Бәрі жиналсын да? Әне өздері де келе жатыр. Санду, қалғандар қайда? Сейчас все придут, уже сказали, что можно кушать. Кушать болғанда қалай болады екен? Неге орысша айттың? Сенің ондайың жоқ еді ғой? Что, по-русски не понимаешь, что ли? Как не понимаю? Понимаю, конечно. Бекжан, қазір ұстап алсам, поймаю. Осторожно, Бекжан, ты что? Орысша сөйлегеніңде мақтаныш көрсең осындай болады. Заткнись, Жомарт. Ешкім орысша сөйлегенін мақтаныш көрмейді. Тыныш отырсаңшы, от қалмай құймай. Тамақты қашан келеді? Тек тортқа заказ берген бе? Такой вкусный торт. Дулат, мұнда кел, мұнда отыр. Дулат, шынымен ақшаны жоғалтып алдыңдар ма? Әлде тық қойдыңдар ма? Маған шыныңды айт, мен сенің әпкеңмін. Көріп жүрсің, Роза қалай қиналып жүргенін. Шынымен жоғалтып алдық. Сенбесең досжаннан сұра. Дулат, мен екеуіңе де сеніп тұрған жоқпын. Бұл жағдай бірінші рет қайталанып тұрса, сенер едім. Сонда біз тық қойды деп ойлап тұрсың ба? Жоқ, мен саған олай айтқаным жоқ. Дулат, өмірде ақшадан да маңызды нәрселер көп. Жақсы адам болу қиын, жаман адам болу өте оңай. Бұзақылық жасап, өтірік көп айтып, және біреудің заттарын рұқсат зорлап алсаң, жаман адам болып шыға келесің. Ал сосын жақсы адам болғың келіп, жақсы заттар істесең, сонда да сен жаман адам болып қала бересің. Сонан түсін. Әпке, шынымен ана жолын өзіміз құтқанымыз рас. Үлкен сыныптың балалары қорқытып алып қойды. Ал бүгін шынымен жоғалтып алдық. Неге маған айтпайсың бұл жағдайды? Директорға айтар едім. Жарайды, оны кейін талқылаймыз. Әкем мен анам келсін, осы жолы саған сендім. Бірақ келесі жолы қайталанбайтын болсын.